Мә соңғы күндері ештеңеге желание жоқ, тек қана әлсіреп ұйықтай бергім келеді ғой. Бір апа өткенде айтып еді, саған көз тиген деп. Соның не істесем болады екен, сол апаға барсам екен. Расымен де көз тиді ма, сөз тиді ма, әлсіреп жүрмін, бірақ маған бір картошка алып кел, соны оқытып берем, бірден көзіңнің барлығы көз тиген адамның өзіне қайтады, сразу жазылып кетесің деді. Опа дедім де, қой барайын деп тез бір картошкамды қалтама салып алдым да зырылдап отырып көрші апаға барып келдім, кішкене дем салдырып оқытылып жіберейін дедім де воротасын тоқылдатсам ешкім ашпайды, кім бар деп қойым, айғайлап, сосын келіп баласы ашты. Апа бар ма дедім де кіріп жаңа картошкаға дем салдырып, өзіме дем салдырдым да тез келдім. Ол картошканы деді бір талдың қасына деді күнге қойып қой, кешке дейін қап-қара болып өзі піседі деді, ештеңке істеме, тек қана күт деді. Уақыт деген өтпей ана картошка қашан деген қарайып піседі екен деп былай жүрем, что-то сенбей жатырмын. Бір кезде қарап қалсам, ура, рас